Құрметті достар, бүгін біз осы видеода түсіретін боламыз. Актив қосымшасында мегабайтта, минуттарда, смс-терді, соның нелерді гигабайтқа айналдыру. Мысалға бізде кез келген адамда активте тарифке қосылады. Сол тарифте мысалға гигабайттар таусылып қалып жатады. Мысалға менікі мысалға 3290 теңгелік тариф. Мысалы соны мен керек кезінде мысалы гигабайт таусылып қалған кезде осы приложение арқылы минуттарды, смс-терді мегабайтқа айналдырып аламын. Ол үшін біз актив қосымшасын Play Market'тен скачать етіп аламыз. Содан кейін мысалы мен реактив деген 3290 теңгелік тариф, мен лимитсіз активтен ал мына мысалы 110 минут береді бөтен операторларға. Сосын менде 12 гигабайт береді. Сосын 100 смс береді. Мен мысалы осылайда 100 минутымды 10 гигабайтқа айналдырып алғам. Гигабайтым тосылып баратқасын. Дәл осындай қылып мысалы мен смс-ті қазір ауыстыратын боламын. Ол үшін гигабайтқа айырбастау деген батырмасы бар. Осы жерден мен таңдаймын 20 смс-ті, мысалға 100 смс-ті 2 гигабайтқа ауыстырады. Айырбастау деген батырмасын басам, сол кезде айырбастайды. Маған осы тұрғанда дәліне момент ол керек емес. Сондықтан сіздерге осы ақпарат мына гигабайт бөлісу де бар бұл жерде. Қазір приложениені обновить еткеннен кейін гигабайт бөлісу деген шықты. Осы гигабайт бөлісуге барамыз да, мына жерге кез келген адамның нөмірін жазатын боламыз. Бірақ аударым бағасы дейді 1 гигабайтқа 50 теңгеден алатын болады. Ол үшін бізде единица болу керек болады. Ол менде теңгерім 4 теңге осы тұрған данный момент. Сол видео қызық болса, ұнаса лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.